Тағы да Дариға мен Олжастың шуы интернетті жаулап алды. Дариға Батықова ажырасқанын күтіп жүр десек, сөйтсек, Олжас әйелінен 2 жыл бұрын ажырасып, Дариғаны күткен екен. Қазір екеуі де басы бос. Алдағы уақытта жаңалықтармен бөлісеміз деген бір сұхбатында. Күтіңіздер деген, сөйтсек, үйлену тойы болады екен. Биылғы 2025 жылдың шулы жаңалықтарының бірі, енді үйлену тойынан жыр етеміз боламыз. Қалай ойлайсыздар? Дариға мен Олжас бір-біріне жараса ма? Бір-біріне әпке, іні болып жүріп, ғашық болғаны қалай кетті? Сіздер не ойлайсыздар? Пікірлерін жата кетсіңіздер. Олжастың әйелі өте сұлу, бірақ сұлулықта да қарамайды екен. Махаббат бәрінен бас жарады, тас жарады. Ақыры міне. Олжастың әйелінің сұхбатынша, Олжас кәдімгідей ұялып берем деген сияқты уәде берген екен. Бірақ қанша миллионер болып киноларына миллиард атса да, ешқандай ештеңеде бермеген екенін сұхбатта өз аузымен айтып жатыр. Олжас сонда қандай әке болды екен? Неге осылар байыса, әйел бала-шағаларын тастап кетеді екен? Қызық, түсінбедім. Сол байлықтың рақатын әйел бала-шағаларын бірге көрсе қайтеді екен?